Сәлеметсіңдер балалар. Қазір бізде логопедтің сабағы, иә? Топтық сабақпен өтеміз. Екеу деп жарай ма? Жақсы, сабағымыз бастамас бұрын шарт шеңберіне шығып, өз-өзімізді дайындап алайық. Келіңдер ортаға. Ал, кішкене бері тұр, Арман. Кәні маған қараймыз. Бірге қайталаймыз. 1, 2, 3. Ойға жинап көш, үлгілі оқушы боламыз, кілем бестік аламыз. 1, 2, 3, бойға жинап көш, қиындықтан қашпаймыз, жаңа сабақ бастаймыз. Жаңа сабақ бастаймыз. Ал жарайсыңдар, бір-біріңе көңілсіз күй салып қойыңдар, орнымызға отырамыз. Әдеттегідей тілге арналған артикуляциялық жаттығулардан бастаймыз, иә балалар, иә? Ендеше мен қазір мына видеоны қосамын, сендер осы видеоға қарап, жаттығуды орындайсыз. Айналарыңды алыңдар алдарыңа. Кәнекей бақа жаттығуын 10 секундтан ұстап тұрамыз. Жақсы. Тіл жаттығу арқылы өте тамаша. 10 секунд ұстап тұрамыз. Ал тәтті тосап, ернімізді жалаймыз, жоғарғы ерінді. Видеоға қарап, айнаға қараңдар. Жақсы. Футбол ойнаймыз тілімізбен. Оңға солға созамыз. Әткеншек, тілді жоғары төмен. Жоғары төмен. Мысық алғанады тілімізді істейміз. Аттың бойдағы. Сағатты қалай орындаймыз? Оңға солға, оңға солға. Жақсы. Тісімізді тазалаймыз. Жоғарғы, төменгі. Ал төбешік тілімізді жоғары ұстап тұрамыз. Жақсы, жарайсыңдар, өте тамаша балалар. Ал балалар, жылдың қай мезгілі қазір? Күз. Күз мезгілін айларын атайықшы. Қыркүйек, қазан, қараша. Жақсы. Күзде қандай құбылыстар болады? Суық, жаңбыр жауады. Және не болады? Жарайсыңдар, жақсы. Балалар, мен сендерге сұрақ қоямын. Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты не істейміз? Не естиміз? Ауызбен айтамыз. Айтамыз, мына таблица қараңдар. Құлақпен естиміз, ауызбен естиміз. Ал әріп дегеніміз не? Көзбен көреміз. Дұрыс, көзбен көреміз. Қолмен жазамыз. Жарайсыңдар, көзбен көреміз әріпті. Қолмен жазамыз, дұрыс. Жақсы балалар. Мына суретте балалар қараңдар. Не көріп тұрсыңдар? Сиыр, дұрыс. Сиыр деген қандай дыбыстан басталып тұр? С дыбысынан басталып тұр. Мынау? Шалбар. Шалбар қандай дыбыстан басталып тұрды? Ш дыбысынан басталып тұр. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақта біз С және Ш дыбыстарын ажыратып үйренеміз. С, Ш дыбыстарына ойындар, тапсырмалар орындаймыз. Жақсы ма? Егер тапсырмаларды жақсы орындап, сабаққа белсенді қатысып отырсаңдар, сендерді бағалап отырам. Келістік па? Жарайсыңдар онда. Ал кеттік онда сабағымыз жалғастырайық. С дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба балалар? Дауыссыз. Дауыссыз. Қандай түспен белгіленеді? Көк түспен дауыссыз, қатаң дыбыс, дұрыс айтасыңдар. Балалар, ендеше біз қазір осы С дыбысының айтылу артикуляциясына тоқталайық. Міне қараңдар, таблицаға қараңдар. С дыбысы қалай айтылады? С дыбысы тілді астыңғы тістің астына қоямыз. Бұлай. Аузымыз күлген сияқты, бақа сияқты күліп тұрамыз.
мінекей дірілдемейді тісіміз. Алақанды ауызға қоямыз. Сонда бізден аузымыздан салқын жел шығу керек. Арнұр, салқын жел шығып тұр ма? Иә. Онда Ц дыбысы шығып тұр сендерде. Енді Ш дыбысына тоқталайық. Ш дыбысы тілді тістің жоғарғы жағына қоямыз. О, дұрыс, Арнұр, сен жарайсың, дұрыс жасап тұрсың. Тілімізді жоғары қойдық та? Иә. Енді ерніміз дөңгеленіп тұрады. Піл сияқты. Иә, айтқан кезде, шығарған кезде бізде жылы міне, жылы жел шығу керек. Яғни ерні дөңгелетеміз, тілді жоғары қоямыз. Жылы жел шығып тұр ма? Иә. Онда сендерде Ш дыбысы шығып тұр. Жарайсыңдар, балалар. Енді балалар, мен сендерге қазір тіл ұстартуын жаттығуын айтам. Сендер қайталап отырыңдар, жарай ма? Жалғастырып отырыңдар. Ша, ша, ша. Ша, ша, ша. Бүгінгі күн Тамаша. шу, шу, шу. Әжем шашты. Шашу. Шашу. Са, са, са. Қайталаймыз. Са, са, са. Би билейміз. Жа, жарыса. Су, су, су. Сиырларға бір су. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді қазір осы С, Ш дыбыстарын ашық және тұйық буында оқуымыз керек, тілімізді үйрету үшін. Бірінші Арнұр оқиды. Айша, сен дайындалып отыр. Кәнеки, оқиын. Бірінші қандай дыбыс? Аш, дұрыс. 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 Үш. Дұрыс. Үш және ұш. Бұл ашық буында. Айша, сен дайындалып отыр. Енді жабық буында оқимыз. Кәнеки, оқи бер. Қолыңмен, саусағыңмен көрсет, оқи бер. Са, дұрыс. Жақсы. Дұрыс. Шо. Жақсы. Арнұр дұрыс оқыды. Енді Айша оқиды. Ал Айша оқи бер. Ша емес, бірінші қандай дыбыс? Аш. Мынау Ш ма? С. Дұрыс. Үш. Үш. Үс. Дұрыс. Үш және ош. О. Қатаң дыбыс. Ош. Дұрыс. Енді жабық буында. Дұрыс. Шо. Су. Шу. Дұрыс. Су, шу болады. Жақсы жарайсыңдар, балалар. Сендер тапсырманы жақсы орындадыңдар. Сол үшін сендерге бір ұпайдан шала ғой. Жанына қойып қойсам. Ал балалар, енді сендерге қазір сіз карточкалар берем және қорапшалар берем. Қорапшада қандай дыбыс жазып тұр екен? Және С дыбысы жазып тұр екен, иә? Мынау карточкаларда суреттер бар. Осы суреттердің ішінде сөздерінде С, Ш дыбыстары бар. Осы С, Ш дыбыстарын егер С дыбысы кездессе, С қорапшаға саламыз. Егер Ш дыбысы кездессе, С дыбысының қорапшасына саламыз. Оны қалай саламыз? Қолмен салмаймыз. Түтікшемен демімізді тартып аламыз карточканы. Сосын қорапшаға салғанда демімізді жібереміз, жарай ма? Иә.
Енді іштерінен айтып, байқап оқып отырыңдар. Қайсысында с дыбысы бар және қайсысында ш дыбысы бар. Сендерге қазір мен түтікше берем. Мінеки ала ғой. Ал тыныс алу жаттығуын орындайын. Кәнекей. Жақсы. Ішке қарай тартасың. Алу үшін. Жақсы. Ішке қарай тарт, ішке қарай. Сыртқа емес, ішке қарай деймін. Ішке қарай тарт. Тек ішке қарай тарт. О, жарайсың. Жақсы. Саға дұрыс, с дыбысы бар ішінде. Ең соңғысы қалды, Арнұр, ішке қарай тарт деймінді. Кәні мен Айшаны қарайын дұрыс жасадыма. Сиыр, шар, сәбізді. Қасық дегенде шыма, сыма. Шырдан шатасыптың, е? Енді шар дегенде сыма, шыма. Ш, е? Е, бұлай болады. Жарайсың, енді екеуінен ғана шатасыпсың, бірақ тапсырманы дұрыс орындадың. Жақсы, түкшеңді бере ғой. Арнұр болдың ба сен? Ja. Жақсы, Арнұр дұрыс берген, кәнекей. Мынау бізде ш, шахмат, ағаш, шәйнек дұрыс, автобус дегенде қандай дыбыс соңында? С, мынада шатасыпсың, е? Ал мынаны дұрыс жасапсың. Сағат және мысық дегенде с дыбысы бар. Жақсы, тамаша балалар, өте жақсы орындарында сендер тапсырманы. Сол үшін сендерге тағы бір ұпайдан беремін. Ала ғой, Айша. Жақсы, балалар. Енді бізде қазір бір ойынымыз бар. Мен сендерге мынау карточка бойынша сөздер айтып отырам. Егер с дыбысы кездессе, жауапшаның с дыбысын көтересіңдер, жақсы ма? Егер ш дыбысы кездессе, ш дыбысын көтеріп отырасың. Егер ішінде с да, ш да дыбысы жоқ болса, онда мүлдем көтермейсіңдер, жақсы ма? Кестік па? Иә. Ал онда мынандай жауапшаларыңды алыңдар. С дыбысы мынау қызыл екен. Мынау ш дыбысы көк екен. Өзіңе ақарай жаттап ал. Мынау қызыл деген с, мынау көк. Ш. Мынаны былай қаратып қой. Жақсы. Айша сенді. С дыбысы қызыл екен. Ш дыбысы көк екен. Өзіңе қарап ал. Ал бастаймыз ойынымызды, жауапша деген ойынымызды. Мысық. Мысық. С дұрыс айтасың. С дыбысы бар ішінде. Ағаш. Ш дыбысы бар. Ш дыбысын алдына қарап қой. Жақсы. Жүзім. Жоқ. Ш да жоқ, с да жоқ. Дұрыс па? Жақсы. Қамшы. Қамшы. Дұрыс. Ш дыбысы бар. Ешкі. Дұрыс, ш дыбысы бар. Балық. Жоқ. Жоқ. Дұрыс, балық дегенде с дыбысында, ш дыбысында жоқ, е, балалар, е? Дұрыс. Қайшы. Дұрыс. Енді ауызша айтамын. Сағат. Дұрыс. Сәбіз. Қоян. Жоқ. Жарайсыңдар, жақсы балалар, өте тамаша орындаңдар тапсырманы. Сол үшін сендерге 2 ұпайдан берем. Екеуіңде шатаспай дұрыс орындадыңдар. 2 ұпайдан аламыз. Ал жалаушаларыңды бере қойыңдар. Өте жақсы балалар. Енді келесі тапсырмамыз біздің ал балалар бізде қазір жазба жұмысы болады дәптермен. Жазба жұмысын орындамас бұрын біз сендермен нейрожаттығуын
орындаймыз қосақша туғандарыма. Мынау суретке қарап, қолымызды сол бағытта қоямыз мінекей. Жұдырық, алақан. Жұдырықты қолды қысып алақан. Келесіні ашамын. Ал ауыстырамыз енді. Дұрыс. Соны енді өздерің қарамай орындаңдар. Мынаусы жұдырық, мынаусы алақан. Енді ауыстырамыз. Дұрыс. Мынау жұдырық, алақан. Жұдырық, алақан. Жұдырық, алақан. Жақсы, тамаша. Енді келесі. Бір саусағымызда екі, бір саусағымызда алақан. Екі алақан. Жақсы. Енді бағытты ауыстырамыз. Мына саусағымыз екі, мына саусағымыз алақан. Жақсы. Енді ауыстырамыз. Кезекпен алақан, екі. Алақан, екі. Мынау екі, мынау алақан. Алақан, екі. Екі алақан. Жақсы, тамаша. Жарайсыңдар? Енді балалар, бізде дәптермен жұмыс. Мен сендерге Исабай ағым ашыңдар дәптеріңді. Қазір біз қысқа мәтінді диктант жазамыз. Айша, қаламын ала ғой. Бүгінгі күн қандай күн екен? 23 қазан. Кәнде жылдамдар жазыңдар. Бірінші мына жағына жазыңдар. 23 қазан деп жаза қойыңдар. Жиырма үшінші қазан. Қазан. Жақсы. Енді балалар, мен сендерге осы диктантты қазір оқып берем бірінші жарайма. Сендер мұқият тыңдап алыңдар. Бұл жерде диктант жазылып тұр, бірақ әріптер қалып қойған. Ол жерде С және Ш әріптері қалып қойған. Осы әріптерді көп нүктенің орнына қойып жазамыз. Бірінші мұқият тыңдаңдар мені. Қай жерде С, қай жерде Ш дыбысы кездеседі. Мысық пен тышқан туралы мінекей. Мысық тышқанды қуды, тышқан далаға қашты, ол ағаштың арасына тығылды. Мысық тышқанды таба алмады, тышқан қашып кетті. Ш, С дыбыстары естіліп тұр ма? Жақсы. Ендеше бірінші сөзді қараңдар. Мысық қандай әріп қалып қойған? С-ма, Ш-ма? Жазамыз. Мысық тышқанды қуды. Тышқан. Тышқан далаға қашты. Қашты. Арнұр. Қашты. Қашты деген тышқан. Ш. Қашты. Ш-ма, С-ма? Қашты. Дұрыс. Ш болады. Енді ары қарай. Ол ағаштың. Жаздық па? Ары қарай. Арасына. Дұрыс айтады. Дұрыс тауып отырсыңдар. Ары қарай. Арасына тығылды. Ары қарай. Мысық. Мысық. Тышқанды таба алмады. Тышқан ең соңында. Тышқан. Дұрыс. Тышқан. Жақсы. Тышқан. Мысықтан. Қашып кетті. Қашып кетті. Армы болдың ба?
ойлайсыңдар балалар? Қанти Айша тапсырманы қалай орындады екен? Дұрыс. С, Ш дыбыстарын өз орнына дұрыс қойдың, дұрыс жаздың. Арнұр, сенші? Арнұр да бәрін дұрыс орындады. Жақсы. С, Ш дыбысын ажыратып, дұрыс орындап тапсырманы диктантты, дұрыс жазды. Өте жақсы балалар, тамаша. Екеуіңде дұрыс орындадыңдар. Сол үшін сендерге қазір 3 ұпайдан беремін сендерге. 3 ұпайдан, мінеке, 1, 2, 3 міне. Ал ұпайларын көбейіп жатыр екен, ең соңында өздерің санайсыңдар, жақсы ма? Ал балалар, енді қазір бізде тағы бір ойынымыз бар. Оны бірінші ол ойынды ойнамас бұрын қазір кішкене серік жасап тынығып алайық. Келіңдер, ортаға келейік. Так, тур бағанағыда ортаға тұрған, тұра қалыңдар. Менімен бірге қайталаймыз, жарай ма, балалар? Серігіп алдық па? Жақсы. Енді ортарына отыра ойындар. Серігіп алды, Енді балалар, сендер қаншалықты осы С, Ш дыбыстарын айтып үйренгендеріңді тағы бір ойын тапсырма бар. Ол ойын тапсырма адасқан әріптер деп аталады. Так, мына суретте не көріп тұрмыз? Қандай дыбыстан басталады? Ал мына суретте не көріп тұрмыз? Ағаш, Ш, Жақсы. Енді Арнұр, Айша, мен сендерге әріптерді адастырып берем. Сендер өздерің дұрыс орналастырыңдар, жарай ма? Әріптерді адастырып берем. Ал міне қараңдар, мен исыр деп жазып қойдым, дұрыс па ол? Дұрыс емес, енді әріптер адасып кетті. Ал мына жерде шаға деп қойдым, ол дұрыс па? Дұрыс емес. Айша келді, өзің бірінші сен сиырды жаса. Сиыр сөзін әріптерді дұрыс орналастырамыз. Арны сен келе қой. Сиыр. Содан кейін қандай әріп болады? Сиыр. Содан кейін қандай дыбыс? Содан кейін қандай дыбыс? Сиыр болып қалады онда. Содан кейін си. Енді кішкене ойлана бастады. Жақсы, Арны сен орналастыра бер. Бірінші ағаш. Жақсы. Ағаш. Қара, адан кейін қара. Ағаш. Ғын ауыстырса енді орын. Жақсы. Аға. Ағадан кейін аға. Орын ауыстырамыз. Ең соңғысы дұрыс. Ағаш. Жақсы. Кәнти, Айша, қандай сөз орналастырдың? Сиыр. Арны сен? Жақсы, өте тамаша. Сендер бұл тапсырмалықта орындарыңдар, жақсы. Сол үшін сендерге тағы 2 ұпайдан. Өте тамаша. Так, ал балалар. Бүгін біз сендермен қандай әріптермен танысып, оны танимыз ғой. Қандай әріптерді ажырата үйренді
Жақсы. Балалар, менің көңіл күйім өте тамаша, қараңдар. Менің көңіл күйім жақсы бүгін. Ал сендердің көңіл күйлерің қандай? Ал көңіл күйлеріңді мына сурет арқылы білдіріңдерші. Аша, көңіл күйіңіз қандай? Күнді таңдайсың ба? Көңіл күйің жақсы ма? Арнұр, көңіл күйің қалай? Жақсы, өте тамаша. Сендер сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Белсенділік көрсеттіңдер, өздерің білімдеріңді көрсеттіңдер. Сендерге көп рахмет, балалар. Сау болыңдар, ендеше өздерінің сыныптарына бара қойыңдар. Жақсы ма?